Ассалаумағалейкум достар. Трак драйверлер жайлы соңғы шығарылымды бастамас бұрын лайк пен пікір қалдырып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Видеода көріп тұрғаныңыз бұл Американың жол бойындағы ауылдарының бірі. Америка тек қана биік ғимараттардан тұрады деп ойлаған болсаңыз, қателесесіз. Бұл жақта ауылдарды айтпасақ та, үлкен қалалардың өзінде 80% үйлер бір немесе екі қабатты. Қалған 10-20%-ын биік ғимараттар құрайды. Оларды даунтаун деп жатады. Тізімнен Нью-Йорк пен Чикагоны алып тастасақ болады. Бұл екі қаланың биік ғимараттарды салуда өзіндік тарихы бар. Енді Американың ауылын көрдіңіздер. Осындай жинақы, инфраструктура дамыған, ешкім флягпен су тасымайды. Өткенде жаңалықтардан Астанамыздан 150 шақырым жердегі ауылда әлі күнге дейін суды құдықтан таситынын оқыдым. Алыстағы шалғайда не болып жатыр сонда? Видеоларымда ауылды жерлерден көретіндер бар ма? Ауылда жағдай қалай жасалған? Жаза отырыңыздар. Біз болсақ, видеомызды ары қарай жалғастырамыз. Мына нәрсені қозғайық. Жұмыс процесі қалай іске асады? Толыққанды жұмысқа кірістің, жұмыс жасап жүрсің, енді тапсырыс түседі, қалай болады деген сияқты. Әр жүргізушінің өзінің бөлек диспетчері болады. Сол диспетчермен алдын ала келісіп, алдын ала жоспар құруға болады. Алдын ала қай жаққа баратсың, қай штаттарда жүрген ыңғайлы деген сияқты. Жаңадан шыққан жүргізушілер болса, олар көп жаңағы Нью-Йорк деген штаттарға бара алмайды, қиын жерлерге бара алмайды ғой. Сонымен диспетчер алдын ала жаңағы грузын жібереді, WhatsApp-қа болсын, Telegram-ға болсын, сол телефонға. Сол жерде барлық информация жазып тұрады грузын. Қай жаққа барады, қай жерден алып кетеді, сағат қаншада алып кету керек, олардың весі, жаңағы қандай груз алып кетіп баратсың, соның барлығы тұрады, келісілген ақшасы. Кейін сол уақытына қарай, мысалы ертең күн таңертең болса, сол жаққа ертең күн таңертең барып, грузды алып, әрдайым грузды тексеріп алу керек, өйткені водитель болған соң, барлық жаңағы груздың жауапкершілігін өзіне аласың, барлық сенің жауапкершілігінде болады. Солар тексеріп алу керек, одан кейін тиеп алған соң, жаңағы весін қарап, барлығын тексеріп алып, сонымен жолды қай жолмен жүру тиімдірек, соның бәрін қарап алып, жолға шығып кету керек. Жүргізуші таңдай ала ма? Нені тасуға болады, нені тасуға болмайды деп өзінің өз еркіндігінде ма? Өз еркіндігінде. Мысалға біреулер арақ шарап тасығысы келмейді, немесе андай қауіпті бірдеңелер болатын шығар. Арақ тасымаймын дейтіндер болса, шошқа тасымаймын дейсің, өзін алдын ала айтып қоясың. Мысалы, диспетчермен өзін ақылдасып келісіп алсаң болады, қай штатқа барғың келеді, қай штатта жүргің келеді, қанша уақыт жүргің келеді жолда, не тасығың келеді, не тасығың келмейді деген сияқты. Соның бәрін алдын ала барлық жағдайларды алдын ала шешіп, қарастырып алсаң, диспетчер соған қарай груздарды іздей бастайды. Негізі сен әдетте не тасисың көбіне, көп жағдайда? Менде көкөніс, жеміс жидек, азық түлік қой менде, холодильник болған соң. Көп жағдайда менде сыр болады. Барынша сол холодильник. Холодильник қатқан кейбірде болады, жаңа пиццаның нелері бар ғой, қамырлары қатып қалған. Соларды тасимыз, банан деген сияқты, сондай груздар. Мына нәрсені қозғаған көп тұрды. Мысалға, өзің сияқты жас жігіттер ертең келеді Америкаға. Ол тоқтаусыз келе беретін, бола беретін нәрсе ғой. Біз келеміз, бізге дейіндер келген, бізден кейін де келеді ол. Америка әрі дүркіреп тұрған кезде бұл жаққа жұмыс істеп, бұл жаққа оқуға келетін жастар қаншама да. Енді осы салаға келмес бұрын мынандай үрей болуы мүмкін да адамда. Жолға шығу жағы қандай деңгейде, қандай баға беретінің негізі қаншалықты оңай, қаншалықты қиын жұмыс бұл. Жұмыс болған соң әр жұмыстың өзінің қиыншылықтары бар ғой. Бұл жерде жолда жүресің, жаңағыдай қыста да жүресің, аязда да, жазда да, жаңбырда да жүре бересің ғой. Бірақ жүру үшін барлық жағдайлар жасалған. Жаңағы егер жолда бұзылып қалсаң, жай ғана телефон соғасың, келіп жөндеп береді, ары қарай кете бересің. Ал егер де жаңағы енді жолға үйренбегендер болса, ең басында жаңағы тим болып, екі адам болып жұмыс істеуге болады. Тәжірибесі бар адам жанына отырып алып ше. Енді қыздарды айдап жүр ғой, мысалы. Қыз балалар өзінің жаңағы Чикагода таныс қыздарым бар. Солар трак айдап жүр ғой. Так что барлық жағдай жасалған. Енді Қазақстандағындай емес қой, жаңағы бұзылып қалсаң өзің жолда тоқтап, өзін жөндеп деген сияқты ше. Қазақстанда тоқтап, ол жақта қалай екен? Мысалға, мына жақ дөңгелегің жарылып қалса,
сервис шақырасың, келе қояды, арнайы домкраттарымен. Өздері келіп, өздері бәрін жүндеп береді. Қазақстанда мен елестедім ғой, мен примерно картина түсініп тұрмын. Қазақстанда трассада кетіп бара жатсың. Бізде ондай сервистер қарастырылған ба, жоқ па білмеймін. Құрметті достар, жаза отырыңыздар, егер де тәжірибелеріңіз бар болса, жалпы бізде ол жағы қалай реттелген. Видеодан қарағам, жаңағы бір колеса KZ деген бар ғой. Сол жерде мысалы олар айтады, өзіміз жөндейміз, өйткені біз сервисқа беретін болсақ, өзімізге ақша қалмай қалады дейді. Ол значит деген өте төмен ақша төлейді ол жерде. Бірақ ол жерде бір жағынан жаңағы Қазақстанда компанияға істейтіндер өте аз ғой. Частниктер ғой көбінесе, өздерінің тракторымен шығады ғой. Сен мысалы өзіңе жұмыс істеп жатсың, былайша айтқанда. Алғаш келген кезде ол қалай болады? Алғаш келгенде енді көбісі компаниядан бастайды, компанияға жұмыс істейді. Компанияның трагын жалға ала ма? Жоқ, компанияға жай ғана өзі жалданып отырады. Оған белгіленген бір ақша төлейді. Мысалы, қазіргі таңда ол 50 цент, не болмаса 55 цент, 1 миль жүрсең, сондай ақша төлейді. 50-55 цент деген. Қазір ол шығын жағын, пайда жағын барлығын бөлек есептеп айтатын боламыз, оған қазір кейінірек тоқталатын боламыз. Сондықтан күтіңіздер. Қайда келдік, Қайсыр? Біз деген Петро деген тракстопқа келдік, көліктердің яғни тұрағы. Бұл жерде кеше келіп заправка жасап алып, кейін душқа барып, демалдық жатып. Бұның ішіне душ бар, лаундри, жаңағы керек нәрсенің барлығы осының ішіне бар. Ресторанда бар, East Coast'тағы ең үлкен тұрақтардың бірі. Және де тракты жөндейтін өздерінің СТО-сы да бар. Сол жерден қарап жөндей алса да болады. Демек, бұл жерде келіп, мысалға трак бұзылып қалған жағдайда, қанша күн тұрсаң да осы жерде кәдімгідей барлық жағдай жасалған, қонақ үй сияқты былайша айтқанда тракта қонасың, мына жерге келіп жуынып, шайынып жағдайын жасай бересің. Осындай тұрақтарда қазақтармен кездесіп, немесе достарымен кездесіп, сондай сәттер болып қалады ма? Конечно, постоянно. Осындай жерлерде алдын ала келісіп аламыз, сөйлесіп телефонмен қай жерге келатсың деген сияқты. Соны бірге отырып тамақ ішіп деген сияқты. Былай ғой жолда келе жатсыңдар, мен де осыншама сағат қалды. Давай басып сол жерде кездесіп қалайық деген сияқты. Көп болып тұрады. Демек, тракта жұмыс істейтіндердің бірыңғай жолда болады, және де адам көрмейді деген әңгімесі бос әңгіме ғой. Дұрыс емес, әрине. Көп уақыт әрине өзің боласың, бірақ кездесіп тұрасың көбінесе. Кездесіп тұрасың. Енді осы айлық табыс мөлшері барлығын қызықтырады деп ойлаймын. Өйткені қанша дегенмен негізгі тақырыптардың бірі ғой. Енді осыған тоқталайық. Алғашқы келген кезде жүргізуші болып тұрдың, тек қана жүргізуші болып жұмысқа тұрдың компанияға. Тракты саған жалға емес, 3 вариант бар ғой өзі. Сен компанияға жұмысқа тұрасың, саған олар жалақы ретінде төлейді, бекітілген бір соманы. Одан кейін жалға аласың сен олардан лизингке. Оның айлығы жоғарырақ оған қарағанда, былайша айтқанда. Ең үшіншісі, тракты өзің алып, өзіңе жұмыс жасайсың, өзің иесі боласың. Осы 3 жолдың алғашқысынан бастап табыс мөлшерлері қалай болады, соны бастаса. Компанияға шыққан кезде ол жаңағы алатын ақшасы оның тәжірибесіне байланысты. Тәжірибесі жоқ болса, ол бізде қазір Америкада ең төменгісі осы компанияларда 50 цент деп айтады. 50 цент ол 1 миль жүрген кезде 50 цент береді. Одан кейін ол не таситынына байланысты. Мысалы, драйвен деген бар, ол жаңағы сухой груздар тасиды. Оның жұмысы жеңілірек, өйткені ол жерде түнде жаңағы нелер болмайды. Түнде түсірмейді грузды. Түнгі аппойтменттар деген ондайлар аз болады. Тез тиеп, тез түсіріп береді, сол жағынан кішкене ыңғайлырақ болған соң, ол жақта кішкене азырақ төлейді. Енді жаңадан келген адамға 50 цент деп есептей берсе болады, примерно. Ол шамамен қалай болады бұлай жалпылама есептеген кезде аптасына? 50 цент ол сен айына бір примерно қанша? 12 мың, 13 мың миль жүрге болады. 12 мың, 13 мың миль. Қанша сонда? 6-7 мың доллардың аралығында. Ол деген таза ақша, одан бөлек налог төлейді. Сол ақшадан налог төлейді. Бұл сен таза. Сенің минустарың бар ма бұдан?
жоқ, егер компанияда жұмыс істесең ешқандай минустар болмайды. Минус болмайды. Ол жерде жаңа трак сынып жатыр ма, трактың соляркасы қаншадан, қай штаттан солярка құямын, қай жолмен жүрем, жаңағы жол ақылы жолмен жүрем ба, қашып жүрем ба деген сияқты ше. Ондайлар уайымдамайсың. Ол жағынан қатырмайсың. Ойлап отырдың, барып келдің. Сол үшін жұмысқа айлық аласың. Ол жерде енді $7,000. Ол жерде де жаңағы грузға өзің жауапкершілік аласың, жаңағы грузың құлап кетпеу керек, жаңағы ештеңе сындырмау керек деген сияқты. Содан кейін жаңағы трактың, трейлердің жағдайына қарап отырасың әрдайым. Ол да сынып қалмау керек деген сияқты. Соған жауапкершілік аласың. Ал жаңағы солярка, анау мынау деген жаңағы өзің айтқан сияқты оған қарамайсың, жолға отырып кете бересің. Түсінікті. Тәжірибе жинап үлгергеннен кейін енді сенде екінші мүмкіндік компаниядан сен тракты лизингке ала бастайсың, жалға ала бастайсың. Енді бұның қандай минустары бар, қандай плюстары бар және айлық табысына тоқталсақ. Окей. Олардың айлық табысы жаңағы компанияға қарағанда ол негізі сезонға байланысты. Кейбірде лизингқа істейтін балалар компанияға істейтін балалардан аз тауып қалуы мүмкін. Өйткені олар жаңағы сезон кезінде жаңағы кейбірде болады, мысалы сезондар өте аз ақшамен жүріп қаламыз. Ол кезде мысалы трактың, трейлердің арендасы тоқтамайды. Сен қанша тауып жатсаң да, сен трейлердің ақшасын беру керексің, трактың ақшасын беру керексің. Ал жалға беретін кезде ол қанша ақша дегенде ол компанияға байланысты. Кейбір компаниялар мысалы $800 деуі мүмкін, бір аптада $800 ақша бересің тракқа. Одан бөлек, мысалы сен груз жасайсың ғой, бір аптада белгілі бір сома ақша жасайсың. Сол жерден 15% алуы мүмкін, кейбіреулер 20% алуы мүмкін. Ол енді әр кезде компанияға байланысты. Бірақ та бір орташа есеппен алғанда бір $2,000 ол тек қана жаңағы трактың арендасына кетеді. Аптасына. Мысалы сен үйге демалысқа кететін болсаң, сен төлеу керексің. Төлейсің. Ол деген тоқтамайды. Жұмыс жүрмесе де сен минусқа кіре бересің. Мен айтатын едім бір, олар егер жақсы болып жатқан кезде сезон, жаңағы компания драйвердан бір 20-30%-ға көбірек ақша табады деп айтатын едім. Жұмыс жақсы болып, тоқтаусыз болып тұрған кезде сен жаңағы бірінші қарастырған жолдан сен 20-30% көп табасың. Сонда шамамен бір $10,000 табасың ғой. $10,000 шамасын табасың. Құрметті достар, интернетте өте көп трак драйверлерге қатысты, жалақыларына қатысты. Мен қазір әдейі барлық жолдарына тоқталып жатырмын, сіздер толыққанды ақпарат алсын деп, шатаспасын деп, бірден бұның жолдарын қалай болады, қалай іске асады деген сияқты. Қазір енді біз ең соңғысы owner, яғни өзің ие, өзің қожасың былайша айтқанда. Енді осыған тоқталайық. Ол жаңағы интернетте айтып жатады ғой, көбісі там компания, жай ғана компанияға шықсан $10,000 шығарасың, $8,000 деп. Енді ол шығаруға болады әрине, бірақ ол тоқтамай да көріп қой үшін. Тоқтамай, жатпай, тұрмай, тек қана жолда өз-өзіңді қинап деген сияқты. Ал мен айтып жатқаным орташа бағалармен айтып жатқандарым ғой. Ал енді оунерға келетін болсақ, бұл жерде барлығына өзің жауап бересің. Трак сенікі. Трейлерді өзің іздеп табасың. Арендасын өзің төлейсің. Трактың арендасын өзің төлейсің. Жаңағы арендаға алған кезде айтпақшыдай, ол кезде трак сынып қалған кезде оған компания жөндеп береді саған. Ал бұл жерде сынып қалған кезде бұл расходтардың бәрін біз өзімізге аламыз. Барлық расход. Страховка, көліктің жөндеу, жаңағы тикеттер барлығы. Тикеттер барлығы өзімізде. Бұл жерде былайша айтқанда біз компанияға жұмыс істемейміз, біз компаниямен келісіп, олар бізге мысалы грузды алдын ала ұсынады. Мынандай груз бар, жүресің ба? Жүргің келсе жүресің, жүргің келмесе жүрмейсің. Солай. Бұл жерде де сезонға байланысты. Өте көп жаңағы сезонға байланысты, одан кейін трагыңның жүріп тұрғанына байланысты, өзіңе де көп нәрсе байланысты. Мысалы, бұл жұмыста мен ойымша енді шыққан соң жұмыс істеу керек. Мысалы, үйде 2 апта жатып алып, кейін 2 апта жұмыс істеймін, не болмаса 2 күн істеп 5 күн демаламын деген болмайды. Шыққан соң, мен өзім шыққан соң 1 ай, 2 айға шығып кетуге тырысамын жолға. Кейін асықпай барып, демалуға тырысамын. Солай егер орташа есеппен алғанда $15-20,000 арасында шығаруға болады. $15-20,000 бұл таза табыс па? Гроссты бәрін алып, минусты бәрін алып тастағанда. Барлық расходтардан кейін егер трак бұзылмаған жағдайда. Трак енді бұзылғанда ол ай сайын бұзыла бермейді ғой. Тракты 1 ай бұзылуы мүмкін, 1 ай бұзылмауы мүмкін. Солай алғанда орташа есеппен сондай. Бұзылғанда да ол майда шүйде бірдеңесі болуы мүмкін, Әр кезде әрқалай. Кейбірде үлкен проблемалар болып қалуы мүмкін. Түсінікті. Енді сонда жалпылама гросспен қанша болып тұр? Сонда 30 мыңға кетіп қалуы мүмкін ба? Сонда бұл табыс?
30-40 мың грязный табасың сен өзіңе жұмыс жасаған кезде 30-40 мың. Ал жерде сол жаңағы минустардың бәрін алып тастаған. Бұл жерде достар қазір минустарға кішігірім тоқталып алсақ, не бар минустардан жаңағы? Соляркаға 2,5 мың долларда кетеді. Одан кейін ол аптасына. Одан кейін страховка бар, жаңағы груздің страховкасы бар. Ол 300-400 доллар болады аптасына. Одан кейін 10% біз жаңағы компанияға береміз. Мысалы, 8 мыңдай груз жасасаң, оның 800 долларын компанияға бересің. ИФТА деген болады, налог, жаңағы солярканың налогы болады. Оған бір 50 доллар болады аптасына. Сол, басқа жоқ. Трейлердің айтып баштайын. Трейлердің несі бар? Трейлер 300 доллар болады, рента аптасына 300-350 доллар аптасына. Одан кейін трактың өзінің бөлек страховкасы болады, бұл 100 доллардай болады аптасына. Трактың, получается, жаңағы груздың несі бөлек қой, страховкасы. Одан кейін баптейл дейді ғой, жаңағы головасы. Physical insurance деп айтады, өзінің бөлек страховкасы болады. Ол деген айына бір 400. Түсінікті. Енді ойлай беріңіздер. Осының барлығын есептеп, шығындардың бәрін алып тастағанның өзінде 15-20 мың доллардың айналасында. Одан сол ақшадан одан кейін 30% налог. Сонда қолға таза 15 мың ғой, былайша айтқанда, 13-14 мың. Енді бұл сен жай қалыпты жұмыс уақыты, мысалға, қанша уақыт кетеді сен бұндай табысқа жету үшін күніне қанша сағат істеу керексің тоқтамай? Күніне бір 8-9 сағаттан. 8-9 сағат. Сонда ойла, егер отырып алып, кейбірде әр кезде негізі ол грузға байланысты. Кейбір жағдайларда 10 сағат, 12 сағат айтып қалуы мүмкін. Мен ойымша бұл орташа есеппен 8-9 сағат. Оның үстіне жұмыс істеген кезде сен шектейтін нәрсе бар емес пе, логбук деген? Біз бұл жерде логбукпен жүреміз. Бұл жерде қанша сағатқа дейін рұқсат етілген ол жерде жүруге? Бұл жерде бір күнде 14 сағат жұмыс істеуге болады. Ол жұмыс істегенде оның ішіне жаңағы тиеуге кететін уақыт, түсіруге кететін уақыт, солярка құятын уақыт кетеді. Ал ол 14 сағаттың ішінен 11 сағатын жолда жүруге болады. Ол 11 сағаттан кейін, мысалы 8 сағат жүрген соң тоқтап демалу керек, жарты сағат. Кем дегенде жарты сағат демалу керек. Одан кейін ол бір аптада 70 сағат цикл деген болады. 70 сағат өткеннен кейін тоқтап 34 сағат демалып, одан кейін қайттан жұмыс істеуге болады. Ол 70 сағат деген бір 5,5 күнге жетеді. 5,5 күн істейсің, 1,5 күн демалып, одан кейін қайттан кетесің жұмысқа. Ал құрметті достар, осымен бірнеше шығарылымға созылған трак драйверлерге қатысты тақырыбымызды тамамдаймыз. Сіздерге барынша толыққанды ақпарат беруге тырыстық. Өз пікірлеріңізді жазып, қолдауларыңызды білдіріп, лайктарыңызды басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпағайсыздар. Арнаның дамуына атсалысыңыздар. Енді бар білгенімізбен бөлістік енді. Кейбір мәселелерде тоқталмай ұмытып кеткен жерлеріміз болса, кешіріп қоясыздар. Негізгі барынша жалпы картинаны беруге тырыстық сіздерге. Сондықтан да егерде басқа да сұрақтарыңыз туындап жатса, комментарийге жазыңыздар. Қолдан келгенше жауап беруге тырысамын. Көп рахмет, назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.